Жақсы достар, 29 сұрақ халықтың жасы құрамының типтері. АБД-дағы базалық сұрақтардың бірі. Жауаптар тұрақты, ала басушы, кері кетуші, салыстырмалы, сапалық және тұрақсыз деген жауаптар тұр екен, иә. Жалпы енді халықтардың жастық және жыныстық пирамидасы дейтін түсінік бар, немесе құрамдар деген тақырып бар. Ол бізде әлеуметтік географияның тақырыбы, иә. Енді жалпы халықтың жастық құрамынан 3 тип анықталған. Осы уақытқа дейін ол біріншісі алға басушы немесе прогрессивті, халықтың жалпы санында балалардың үлесінің жоғары болуы. Екіншісі тұрақты типтер. Бұл жерде балалар мен егде адамдардың сандары тең, ал соңғысы кері кетуші, яғни регрессивті тип, яғни халықтың жалпы санында егде адамдардың көп болуы деген секілді түсінік қалыптасқан. Енді осыған қатысты жалпы түсінікті түсіндірейін. Жалпы жас жыныстың пирамидасы бар. Көріп тұрғандарыңыздай, мынау бізде прогрессивті, яғни үш бұрышты тәріздес. Одан кейін бізде тең станционар тұрақты. Ол жақта қартайып келе жатқан адамдардың үлесі жоғары. Одан кейін қарттар, яғни ол кезде үш бұрышымыз керісінше төменге қарай негізі бағытталады. Ол жақта балалардың саны аз мемлекеттер. Бізде біріншісі алға басушы прогрессивті мемлекеттер көбіне Африка мемлекеттері немесе туы жоғары мемлекеттер. Ол жақтарда балалардың саны көбірек, бірақ қарт адамдардың саны аз, яғни 40-50 жасқа дейін әрі кетсе өмір сүру мүмкін. Себебі енді көп мәселелер, экономикалық төмендігі, әлеуметтік жағдайдың төмендігі секілді. Ал одан кейін ортада бізде дамушы мемлекеттер, дамыған мемлекеттер позицияға қарай өтіп жатқан. Сәйкесінше оларда балалар мен егде адамдардың жасы тең, бірақ алдағы уақытта егде адамдардың жасы үлкейіп, балалар саны азаюы мүмкін деген секілді күтілетін болжам. Ал соңғысы бізде мынау әлемнің регрессивті кері кетуші деген әлемнің дамыған елдері. Ол жақта адамдардың балаға деген қажеттіліктері өте төмен, сәйкесінше егде адамдар көп, бала аз туылады, және немесе баланың мүлдем тумауы да мүмкін деген секілді, яғни ол жақтарда қарттардың үлесі басым. Сәйкесінше бізде сұрақтың қайтадан оралатын болсақ, халықтың жастық құрамының типтері бізде станционар және тұрақты тип, бірінші вариант бізде. Одан кейін алға басушы тип, прогрессивті және кері кетуші регрессивті дейтін үш түрлі тип бар екен. Жақсы оқушылар, сұрағын алған болса, лайк басамыз, комментарий жазамыз. Алдағы уақытта бұдан да көп видеоларды шығаруға Алла қаласа тырысамыз.